Сәлем достар, сіздерге бүгін бала не үшін бронхитпен жиі ауырады? Сол сұраққа жауап бере кетейін. Тыныс жолдарының иммундық жүйесі тікелей баланың өмір сүру салтына байланысты. Егер балаңыз күнделікті салқын ауада, аязда серуендейтін болатын болса, мұндай балалар өте сирек бронхит ауруымен ауырады. Арнайы ғалымдардың зерттеуі бойынша, әсіресе балаларды бронхитпен ауыратын балаларды сыртқа шығарып, спортпен немесе серуендеуге кеңес береді. Себебі адамның организм салқын ауамен тыныс алуға кішкентай кезінен үйреткен дұрыс. Салқын ауадағы серуен баланың аязды күндері далада кем дегенде жарты сағат өткізу қажет. Себебі жиі ауыратын балдардың бронхит, аллергия, іріңді отит, іріңді ангина, аденоид деген секілді аурулардың алдын алу үшін және ауруға ұшырау қаупін төмендетеді. Салқын су ішу, балмұздақты еркін жеуде баланың иммундық жүйесіне үлкен орын алады. Балаңыз туылғаннан бастап баланы 10-15 минут салқын ауаға үйретіп, уақыт өте ауа райына байланысты 1-1,5 сағатқа дейін созуға болады. Аяғы шыққан баланы далаға салқын ауаға үйретіп, қарды ұстап, кейде таза ауада серуендетуге де болады. Аздап мұздай қарды жеп көруге де болады. Керісінше ыссы ауадан шықпай, оранып өсірген балаңыз жиі бронхитпен, тұмаумен ауыратын болады және жазылуы қиындау болады. Қанша витамин құйсақ та баланың салқынмен адекватты контакт болмаса қиын. Мысалы, пингвин баласын жылыға орап өсіріп, содан соң мұзға жібермейді. Олар кішкентайынан сол салқынға бейімделеді. Ал адамның табиғаты да сондай. Салқын ауада уақыт өткізу бала үшін норма болу керек. Балаларыңыз бронхитпен, жөтелмен ауырмасын десеңіздер, және де жиі ауырып қалмасын десеңіздер, салқын ауаға үйреткендеріңіз дұрыс. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кейінгі жолы сіздерге бұдан да қызықты ақпарат беремін.